Саламатсыздарбы әріптестер. Алдыңғы сабақта мен сіздерге осы Articulate Shoreline программасының қай жерде тегін жүктеп алуға және де қалай компьютер орнату туралы видео салған болатынмын. Енді бүгінгі екінші сабақ бізде осы программа интерфейсімен танысу болады. Жалпы қандай мүмкіншіліктері бар, сол туралы айтатын боламыз. Енді қазір осы программаға кірейік. Бізде программа ашылды. Енді бұл жерде біз жаңа проект істеу үшін New Project кнопкасын басатын боламыз. Және де бұл жерде импорттауға да болады. Бұл жерде PowerPoint, CodeMaker осы сияқты программалардан өзіңіздің жасаған заттарыңызды импорттасаңыз болады. Және де Record Screen, яғни осы экранды запись экран жасасаңыз болады. Мысалы Frika, Bendika және де OBS сияқты көптеген программалар бар. Яғни осы Shoreline программасының өзі де запись экран жасасаңыздар болады. Енді бұл жерде біз енді New Project өтейік. Жаңа проект. Яғни видео басында айтып кеткендей, бүгін осы программаның интерфейсімен танысатын боламыз. Бұл жерде бірінші бізде программаға кіреміз. Бұл жерде ең маңызды деген интерфейс ішінде бізде төмен жақта осы жерлер бізде таймлайн, яғни осы жасаған заттарымыздың уақыттары көрсетілетін жер. Сонымен қатар бізде бұл жерде Insert кнопкасы арқылы адамдардың осы кнопка арқылы адамдардың түрлі макеттерін қоюға болады. Бұл жерде мына жақта және түрлердің эмоцияларын ауыстыруға болады. Сонымен қатар бізде бұл жерде фото қоюға болады және скриншот істеуге болады. Сонымен қатар түрлі фигуралар, капшн қоюға болады. Видео және видео веб-сайт және рекорд веб-кам, яғни бағана айтқандай запись экран жасауға болады. Осы жерден сразу жасауға болады. Және дайын аудио файлдарды қоюға және осы жерден өзіңіз аудио запись жасасаңыз да болады. Және веб объект қоюға болады. Бұны келесі сабақтарда толыққанды түсіндіретін боламын. Және де бізде текст бокс, яғни текст қоюға болады. Мысалы келген текст қойып осылай істеуге болады. Және де table, бұл жерде кесте, символ, және де button, кнопка, слайдер, dial, яғни уақыт, hotspot қоюға болады. Және input, бұл жерде және кнопкалар, текст енгізетін кезде, сонымен қатар бізде маркер қоюға болады, маустың түрлерін, triggers, scrolling panel және де бұл жер бізде программаның орындалатын жері. Бұны да соңында айтып беретін боламын кейінгі сабақтарда. Сонымен қатар бізде слайдтың түрлері, дизайн, яғни көріп отқандарыңыздар PowerPoint, яғни офистің программасына осылай дизайндерін өзгертуге болады. Сонымен қатар переходтар және де анимациялар жасауға болады. Бұл жерде ең маңызды деген интерфейстер осы Shoreline программасында. Және осы Home, яғни главныйда көріп отқандарыңыздай Word, PowerPoint программасы сияқты шрифттің түрлерін, сол сияқты көптеген заттарды жасауға болады. Бұл көбінесе осы PowerPoint программасына ұқсайды. Бірақ одан ерекшеліктері көп. Мына жерде
жаңа видео басында айтып өткендей PowerPoint программасын жасаған затыңызды импорттасаңыз болады. Жалпы осы Storyline программасы туралы, яғни интерфейсы туралы мәлімет осы. Келесі сабақтарда видеоны, аудионы қалай жүктеу керек, сонымен қатар жәндегі тест жасайтын болсаңыз қалай құрастыру керек, және тапсырмалар қалай жасауға болады, кнопканы қалай қоюға болады, және одан басқа көптеген заттарды үйрететін болады. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды.